Қазір витаминный чай дайындаймыз. Әуелі осындай чай бір қасық аламыз. Бұл да цветочный чай деп аталынады. Бір қасық саламыз. Мынау кептірілген смородинаны ұнтақталғаны бұны саламыз. Сосын мынау облепиха осылай кептірілген тоже осыдан саламыз. Так, мынау цукаты кубики осындай бұдан саламыз. Банан кептірілген. Так, мына жазда мен кептірген қауынды арнайы кептіретін фрукты кептіретінде осындай. И арбузбен қараңыздар. Осыны саламыз. Қасында виноградқа дейін кептіріп тастаған осындай чай. Мынау тоже арнайы фрукты кептіретінде алма, мынау лимон. Так, бұны да саламыз. Так, мынау апельсин кептірілген. Так, бұны салдық. А мынау ұнтақталған апельсиннің қабығы тоже витаминге толы. Осылай саламыз. Не ұмытып кеттік басқа. В принципе, бәрін салған сияқтымыз. Так, мынадан кішкене таза жіберейін. Так, ну апельсиннің қабығы. Тағы да қауын кептірілген и виноград сүзім кептірілген. Осыдан саламыз да. И қазір керемет чай дайындаймыз. Қараңыз. Солай құямыз. Керемет чай болады. Осылай арнайы фрукты кептіретін алып, жазда кептіріп қойсаңыздар, қыста осындай витаминный чай ішіп отырасыздар.